Так, ассалаумағалейкум барлықтарына. Бүгінгі бірінші заказ. Доснардан аламыз бірінші заказды. Бүгін максималды заказдар істейтін боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, барынша активный болып отырыңыздар. Бізге 84-ші бутик керек. Так. 84-ші бутик. Міне. 84-ші бутик қақта? Маяқта 82 деп тұр, бірақ 84 деп жазып қапты комментария. Жоқ, 84. 84 анау, мынау 82 екен. Так, өзіміздің доставкамызды алдық. Енді апарамыз қазір. Сонымен ары қарай доставкаға барамыз. Міне мынандай посылка алдық. Ішінде киімдер. Бисмилля. Мына іліп қоямыз, мынандай крючогы бар өзінің. Былайынан іліп қойсақ, ешқайда кетпейді. Так, оплатамызды алдық. Қазір бензин құяйын деп отырық. Так, 92-800 теңгеге ғой. Контент қой, братан. Контент қой. Так, 4 литр бізге примерно 150 километрге жетеді ғой. Бензин құйып алдық, енді заказды ұрамыз. Сағат бізде қанша болды? Сағат бізде 10-нан 40 кетті. Так, кезекті заказ. Кафе Берекет. Қазір тамақ па, пицца ма бір нәрсе алып кетеміз осы жерден. Кеттік. Так, 2 самса, нан, одан шашлык па, бір нәрсе, осыны алдық. Енді осыны апарып тастаймыз. Кеттік ал. Кезекті заказымызды бердік. Так, Райымбек Батыр 8, Салини. Енді дальше кеттік. Так, Залиниден мынандай хаскилар жүрген аңғырыңдар. Әдемі, қасқыр сияқты. Машалла. Қандай әдемі иттері? Машалла. Хаскилер көшеде жүреді ғой Залиниде. Так, кезекті заказымыз продукты Космос деген
кондитерский ма, бір нәрсе, ішінде суши бар, осы жерден алатын боламыз қазір заказымызды. Кеттік ал. Осындай магазиннен алып кетеміз заказымызды қазір. Алдында бір рет мына жерден алған кезде отмена болған, өйткені біздің немізге сыймайды, тортты бұзып алсақ тағы болмайды. Димкадан келедік заказымызды алдық. Мынандай 2 хот-дог, одан кейін бір перецтер, тағы бір самсама бір нәрсе. Азанмен бәрі тамақтанайын деді ғой. Ал кеттік. Кезекті тапсырысымыз. Осыны қазір Сатпаеваға апарамыз. Тоғызыншы микрорайоннан Сатпаеваға дейін кеттік. Так, заказымызды алып келдік Сатпаеваға. Оплатаны алдық. Енді дальше кеттік. Кезекті тапсырысымызды алып келдік Барсыхан ауылына. Қаланың шет жағы мынау. Тараз арка жақ. Қазір тапсырысын беретін боламыз. Келесі заказымызды алып келдік. Кілтті. Қазір беріп отырық. Мына жігітке. Кезекті тапсырысымызды алып келдік. Суши. Қазір егесіне апарып беретін боламыз. Бізде 30-ші квартира. Осындай нелерден, есіктерден көбінесе қателесіп жатамыз. И потом басқа есікке барамыз. Доставкада жүрген кезде кейбір кезде нервің ауырып кетеді бар ғой. Андай клиенттер болады ғой. Қайта. Енді точно осы ма? Домофон жоқ па что-то? Кіріп көрейік. Болмас видно. Нервің ауырып кетеді ғой. Ең заказ алуға жетіп қалған кезде отмена беріп тастайды. Одан кейін андай клиенттер бар. Адресті бүйтіп точканы картадан көрсетеді. И сояққа барсаң, вообще басқа адреске апару керек болады. Одан кейін саған почему анау мынау деп еще көп сол орыс. Доставка. Сендерге ма? Нет. Оплата сендерге қалай? Каспий ма? Асуан. Что, суши? Да. Адресімізді бердік. Доставкамызды бердік деген. Ой, ё-моё. Заказымызды бердік. Енді дальше келесі заказға. Так, мынандай тамақтарды алдық. Плов, шашлык. Самарқанд деген мейрамханадан, кафешкадан. Қазір енді Фресный көшесіне алып барамыз сосын. И дальше больше заказдар жасаймыз. Доставка. Доставкада жұмыс істесең осы. Обед курьера. Шашлык, палау, пепсимен рахаттанып. Ас болсын. Так, біз кезекті
тапсырысымызды алдық. Мынандай шербет деген дәмханадан. Осы тапсырысты апаратын боламыз қазір. Бізде кеш болды уже. Мынандай қолбақ киіп алдық. Қолымыз қатпасын деп үстімізге кожаный куртка киіп алдық. Денсаулық ең басты байлық. Сондықтан денсаулыққа жақсылап қарау керек. Қалың киініп жүру керек. Қазір күздің күні суық болады. Күздің күні ауырсаңыздар, ол өте қиын болады. Сондықтан қалың киініп жүріңіздер. Ал кеттік. Так, достар, біз бүгін 25 заказ жасадық. 25 заказ бізде 13 теңге болды. Қазір видео скрин жіберемін, уже скрин көресіздер. 30 заказға дейін істейміз бүгін, Алла қаласа. Одан кейін 30 заказ қанша теңге общий шығатынын сіздерге көрсетем. Так, біз мартқа келдік. Косметика алып көтеміз. Жансая Агас деген бутикте. Так, енді бутикті табу керек болды ғой. Примерно ар жақта ғой. Жансая Агас деген бутик. Мартқа да келмей біраз болған ғой. Марттың іші бөлек қой. Бір аурасы басқаша ше. Көп жүре алмайсың негізі марттың ішінде. Хан деген темадан қарсы стиль ма? Мынандай бутиктер бар. Ой, ішінде Алматыдағындай қатты қымбат емес. Астана 1 миллион футболкасын бұяқтан табасың ба білмеймін, енді бар шығар. Так, біз қазір тауып алайық бутикті. Одан кейін баға тұрамыз. Бұл жерден өтіп кетіппіз. Қайтадан барамыз. Жансая Агас деген жозақ косметика. Так, мынандай доставка алдық. Мынандай пакет. Мынандай косметика магазиннен. Енді ары қарай, Сәтбаеваға апаратын боламыз осыны. Мен шоп. Ал бізге сәттілік кеттік. Так, біз мопедіміз марттың артына қойып кеттік. Міне неше түрлі мопедтер жиналып қалыпты. Мына жерде ең бірінші мен өзімнің соскам тұр ғой. Одан кейін ары қарай кете береді. Ал Сәтбаеваға кеттік. Так, мына жерде ремонт болып жатыр екен, жол бара жатқан жерімізде. Мынан бәрін үйіп жолды жауып тастапты. Енді біз қазір тротуармен жүреміз, амал жоқ. Дөңгелектерімізге обал бойын деп тұрау кеттік. Ал енді біздің кезекті тапсырысымыз қазір клиентке беретін боламыз. Мына жақта охранникке тастап кет деп отыр. Осы үйге тафаддол деп енді береміз қазір охранникке. Қазір охранник шығады ма екен, шықпайды ма екен көреміз. Ал достар, біз 29-шы заказымызды бердік. Енді ең соңғы 30-шы заказымызды жазаймыз. Сонымен үйге қайтамыз.
Алла қаласа. Енді бір заказ, сонымен болды. Достар, бүгін біз 30 заказды тәмамдадық. Сонымен бізде 30 заказдан 15 мың теңге. Оған тағы да бонус 30 заказ істеген үшін Яндекс Про тарапынан 3600 теңге түседі. Общий сумма 18500 теңге. Жалпы бұл Тараз қаласына аз ба, көп па? Негізі нормальный. Басқа қалаларда қанша табады екен? Егер білсеңіздер, комментарияға жазып кетсеңіздер. Ал тіркелмеген кісілер болса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, барынша қолдау көрсетіп кетсеңіздер, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.